Hello my dear friends. Сәлем достар. How are you? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да Әсем Сұлтан. Бүгінгі тақырыбымыз a little және де a few little. Каналыма тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қызықты видеолардың барлығы осы жерден. Ағылшын тілін үйренеміз десеңіздер, осы каналға кіріңіздер. A little және little деген сөздердің мағынасы. A little саналмайтын зат есімдермен қолданылады. Water, money, rice, мысалы ақша, су, күріш сияқты. A little аз ғана, бірақ жеткілікті деген мағынада екен. Ал енді, мысалы мынандай сөйлем. I have got a little money. Менде аз ғана ақша бар. I can buy some bread. Мен нан сатып аламын. Ал енді little өте аз деген мағынада. Және very сөзін қосып айтамыз. Example, I have got very little money. Менде өте аз ақша. I can't buy any bread. Мен нан сатып ала алмаймын, яғни нанға жетпейді екен деген сияқты. Ал енді a few деген мағынаның қандай кезде қолданамыз? A few саналатын зат есімдермен қолданамыз. Және де tomatoes, books, cups, яғни біз саналатын зат есімдерге. Және де бұл a few аз ғандай, жеткілікті деген мағынада. For example, there are a few tomatoes. We can make a salad. Кішкене аз ғана қызанақ бар екен, біз салат жасай аламыз. Яғни салатқа жеткілікті. Few аз, өте аз деген мағынада және very сөзімен қолданылады. Example-да there are very few people in the cinema. It is almost empty. Кинотеатрда өте аз адам екен. Сондықтан ол іші бос деген сөз. The end. Соңы. Бүгінгі ақпаратымыз осындай. A few, a little сөздері мағынасын түсінсеңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Ұнап жатқан видеоларға лайк басыңыздар. Goodbye. Thank you.